Саламатсыздарбы балалар? Бүгінгі қазақ әдебиетіне өтетін тақырыбымыз Несіпбек Айтұлының Бәйтерек поэмасының тақырыбы мен идеясы. Сабақтың мақсаты шығармадағы әдеби тілді құбылту мен айшықтаудың түрлерін талдау, автор стиліне баға беру. Сіздер бүгінгі сабақта әдеби тілдегі құбылтудың түрлерін, айшықтаудың түрлерін талдайсыздар, автор стиліне баға бересіздер. Ең алдымен ол үшін біз есімізге түсірейік, бұл тақырыптарды өткен едік. Әдеби тілдегі құбылту, әдеби тілдегі айшықтау дегеніміз не, және олардың қандай түрлері бар еді. Оқулықтағы 197-ші бетті және 138-ші бетті ашып қарауға болады. Құбылту, яғни троп деп атайды. Троп грек тілінен алынған сөз, айналым, тіл орамы, иірім, сөз қолданысы деген ұғымды білдіреді. Құбылту атаудың не мағынаны ауыспалы түрде қолдану тәсілі. Оның көптеген түрлері бар. Мысалы, метонимия. Метонимияны алмастыру деп атайды. Зат немесе құбылыстың қасиет сапасын, түр-түсін алмастыра суреттеу. Мысал үшін, байтал шауып бәйге алмас деген мақалдағы, мысалы, байтал бұл жерде жылқыны емес, әйел мағынасын, әйел бейнесін білдіріп тұр. Метонимияда көп сөзді бір сөзбен жеткізуге де болады. Мысал үшін, жаманға сырыңды айтпа деген сөздегі мақалдағы жаман сөзі сенімсіз адам деген мағынаны білдіреді. Құбылтудың келесі түрі синекдоха, яғни мегзеу деп аталады. Бүтіннің орнына бөлшекті, немесе керісінше бөлшектің орнына бүтінді пайдалану, яғни мегзен. Мысалы, жығылғанды тұрғызсаң, жылағанды уатсаң, қисайғанды түзетсең, сұлтан ем жасапты. Мұндағы мысалдағы жығылған, жылаған, қисайған дегендер етістік емес, жәбір көрген, жапа шеккен адамдарды білдіріп тұр. Сәкенді оқыдым деген мысалдағы сәкенді емес, сәкеннің кітаптарын оқыдым деген мағынаны білдіріп тұрғанын көріп тұрмыз. Абайдікіне бардым дегенде, Абайдың үйіне бардым деген мағынаны білдіреді. Осындай сөздерді синекдоха деп атайды. Құбылтудың метафора түрін өздеріңіз жақсы білесіздер. Суреттеліп отырған зат не құбылысты айқындай түсу үшін оларды ұқсас өзге затқа не құбылысқа балап айту, балау немесе ауыстыру деп те аталады. Мысалы, Фариза Оңғарсынованың түн өлеңінде түн, аспан жасыл жайма, жұлдыз ақиық, бұлақ қыз шолпы таққан сылдыр атып, көк заңғар, дала шалқар, бұл сұлулық тұр менің жүрегімнің жырқылатып. Дегендегі аспанды жасыл жаймаға, жұлдызды ақиыққа, бұлақты қызға, көкті, аспанды заңғар тауға, даланы шалқарға балап ауыстырып айтып тұр. Тағы да Мағжан Жұмабаевтың өлеңіндегі мысалы арыстанмын айбатыма кім шыдар, жолбарыспын маған қарсы кім тұрар дегендегі арыстанмын, жолбарыспын деген сөздер де метафораға жатады. Поэтикалық метафора ойды әсерлі айқын етіп жеткізудің бір тәсілі. Ой көркемдігі жалпы халыққа таныс белгілі суретке негізделген болуы да мүмкін. Мысалы үшін біздер айтып жатамыз шөл кемесі түйе деп. Ақ алтынды мақтаға, сары алтынды бидайға, қара алтынды көмірге балап жатамыз, осындай сөздерді мысалы сары алтын, ақ алтын, шөл кемесі дегендерде метафораға жатады. Келесі аллегория. Аллегорияны білесіздер, пернелеу. Бұлар көбінесе неде келеді? Мысал өлеңдерде келеді. Яғни дерексіз нәрселерді деректі түрінде суреттеу. Яғни көзге көрінбейтін заттар, нәрселер, бейнелерді беру. Мысал үшін түлкі мен ешкі ертегісінде түлкі қулық, зорлықтың, ешкі аңқаулықтың бейнесін берген. Қулық, зорлық, аңқаулық деген ол дерексіз нәрселер, дерексіз зат есімдер, соларды деректі зат есімдер арқылы жеткізіп беріп тұр. Гипербола. Гипербола көбінесе батырлар жырларында, жыраулардың поэзиясында көптеп кездеседі. Ол затты не құбылысты шамадан тыс ұлғайтып суреттеу, яғни гиперболаны қазақ тілінде әсірелеу деп те атайды. Мысалы, келбетіне қараса, омырауы даладай, жолбарыстай жон түскен, аш күзендей бүгілген, ор күйіктей жүгірген,
отбасы орны отаудай, қабырғасы жосаудай деп кете береді. Осындағы қабырғасы жосаудай, отбасы орны отаудай, жолбарыстай жон түзген деп өте үлкейтіп, әсерлеп суреттеп тұр. Осындай сөздерді гипербола дейді. Гиперболаға керісінше литота деген бар. Ол затты не құбылысты шамадан тыс кішірейтіп суреттеуді литота дейді. Естеріңізде болсын, гиперболаға литота екеуі қарама-қарсы мағынада жұмсалады. Мысалы, атқа мінген тарланның тұлпарына қараса, от орнындай тұяқтан оймақтай қалыпты, етектен ерінің екелісі қалыпты. Қиған қамыс құлақтан, жалбыраған жалынан жалғыз қарыс қалыпты дейді. Жалынан, қамыс құлағынан жалғыз қарыс қалыпты дейді. Оймақтай қалған дейді, отау орнында тұяқтан. Осындай сөздерді өте кішірейтіп суреттеуді литота деп атайды. Ирония, келеңсіз жайттарды, ұнамаған нәрсені жеңіл астарлы кекесінмен айту. Мысалы үшін Сұлтанмахмұт Торайғыровтың «Дедім мен құтты болсын шекпеніңіз, артқыға қандай егін еккеніңіз, жұрсақ та денемізден кетер емес сондағы тұқым шашып сепкеніңіз». Бұлай оқып қараған кезде бұл өлеңде мақтап жатқан сияқты, құттықтап жатқан сияқты болады. Ал ішкі астарына үгілсек, ол керісінше жамандығын бетіне басып, кекесінмен айтып жатқан көруге болады. Құбылтудың кейіптеу деген тәсілін білесіздер. Абайдың қыс өлеңі естеріңізге түсті ма? Яғни жансыз заттарды, табиғат құбылыстарын адамға теңеп суреттеу. Мысалы, күн жоқта кісімсінер жұлдыз бен ай, ол қайтсын қара түнде жарқылдамай, азалы ақ көрпесін сілке тастап, жер күлімдер өзіне беріп жырай. Жұлдыз бен айды кісімсінеді, ақ көрпесін сілкеді, жер күлімдейді дегендер барлығы адам бейнесінде жансыз заттарды суреттеп тұр. Келесі айшықтау. Айшықтау дегеніміз фигура деп атайды. Әдеби тілдің әсемдігі ғана емес, әсерлігін күшейту үшін де әжептәуір қажет тәсіл, яғни сөз тіркестерін айрықша ырғақпен, айрықша айшықпен құру. Айшықтаудың төмендегідей түрлері бар. Мысалы, қайталаудың түрлері бар. Анафора, эпифора. Анафора дегеніміз айтпа ойды ұқтырар сезімді мұқият сіңіру үшін өлең жолдарының басында бір сөздің бірнеше рет қайталанып айтылуы. Анафора мен эпифорада жаттап алуға болады. Мысалы үшін анафора алфавиттің әліппенің бас әрпі болғандықтан өлеңнің басындағы сөздердің қайталануы. Отан менің атанам, отан менің дос бауырым, отан өлкем астанам, отан туған ауылым. Эпифора әліпбидің қарайтын болсақ, соң жағындағы әріп болғасын, ол өлеңнің соң жағында қайталанады деп ұққанымыз дұрыс. Анафора, эпифора. Кетеген болса түйең жау, тебеген болса биең жау, ұрысқақ болса ұлың жау, керісқақ болса келін жау дегендегі жау сөздерді әр өлеңнің жолдарында соңында қайталанып тұр. Және бұлардан басқа қайталаудың тағы бір түрі жай қайталау деген, еспе қайталау деген түрлерде кездеседі. Келесі шендестіру, антитеза. Шендестіру дегеніміз екі нәрсені не құбылысты екі жағдайда бір-біріне қарама-қарсы қойып суреттеуді шендестіру дейді. Мысалы үшін, сен алтынсың, мен пұлмын, сен жібексің, мен жүнмін, сен сұлтансың, мен құлмын, сен сұңқарсың, мен қумын дегендей. Сен, мен қарама-қарсы аттарды, қарама-қарсы екі жағдайда бір-біріне қайырсы қойып суреттеп тұр. Егіздеу параллелизм деп те аталады. Екі нәрсені не құбылысты, не ұғым мен сезімді қатар қойып ұқсата салыстыра суреттейтін тәсілдердің бірі. Махамбеттің қызғыш құс өлеңіндегі «Оу, қызғыш құс, қанатың қатты, мойның бос, ел қорыған сен едің, көл қорыған сен едің, сен де айырылдың көліңнен, ел қорыған мен едім, мен де айырылдым елімнен» дегенде қызғыш құсты өзінің тағдырымен балап суреттеп тұр. Қазір уақытымыз бітеді. Біздер әрі қарай сабағымызды екінші бейне жазба арқылы жалғастыратын боламыз.